Айтты, Раббыңнан кешірім сұра деп. Неге? Иннаху кана гаффара. Өйткені Аллах кешірімді ғой. Юрсили сама алейкум мидрара. Сендерге аспаннан нұр жаудырады. Ризықтың қызмет есігін ашады дейді. Ва юмдидикум би амвалина. Мал-мүлік береді. Ва банина, бала-шаға береді. Көтере алмай жүрсің бе, Аллахтан кешірім сұра. Таба алмай жатсың ба, дүние, Аллахтан кешірім сұра. Малакум ла таржуна иллахи вақара. Не көрінген сендерге соншама? Неге Алланың ұлылығына да бойсынбайсыңдар? Айтып жатырмын ғой, кешірім сұра. Күнәңді кешірем. Күнәңді кешіргеннің нәтижесінде мен саған ризығыңды арттырам, бала-шағаңды арттырам. Неге бойсынбайсың деп жатыр да? Нағыз блок ол біздің күнәларымыз, ашығын айтатын болсақ. Сол үшін біз тәубе етіп, жанды тазартуымыз керек, миды емес. Бізге бір нәрсе келмей жатса, не дейді? Бастарыңа келіп жатқан жетіспеушілік сынақтар өздерінің қолдарымен жасап алған күнәлардан дейді. Нағыз блок, мен сізге айтайын. Бұл сіздің жүрегіңіздегі, жаныңызға жабысып алған күнәлар. Ақиқат сондай, менде де сізде де. Солардан тазарған кезде ғана бізде жол ашылады.